Қорда қаржыдан әр бала несібе көретінін бұған дейін айттық. Бүгін құзырлы органдағылар бағдарламаны бүге-шүгесіне дейін жіліктеп берді. Сонымен алдағы жылдың 1 ақпанынан бастап балалардың шотына 2023 жылғы инвестициялық кірістің 50% аударылады. Қаржы балалардың жеке шотына түседі. Ата-ана ешқандай құжат тапсырмайды, шот ашпайды. Бәрін үкімет өзі реттейді. Бір ескерерлігі жеке сәйкестендіру нөмірі, яғни ИИН дұрыс болу керек. Ата-аналарға өздерінің балаларының жеке сәйкестендіру нөмірінің болуы және оның егов порталында тіркелген тексеріп қойған жөн. Сол порталда кей кезде мысалы қазіргі кезде сәйкестендіру жұмысы жүріп жатқан кезде кейбір балалардың жеке сәйкестендіру нөмірі дұрыс болмай жатыр. Бірақ енді көп емес, ол бірең-сараң. Әр ата-ана баласының тізімде бар жоғын 2 сайт арқылы ғана біле алады. Ол үшін сіздің электронды цифрлы қолтаңбаңыз қажет. Біріншісі enpf.kz және egov.kz. Қаражат қолма-қол берілмейді, есеп-қисапты онлайн ғана бақылайсыз. Балаңыз 18-ге толғанда бұл көмекті 2 керегіне ғана жұмсай алады. Баспананың бастапқы жарнасына немесе оқу орнының ақысын төлейді. Ақша доллармен аударылады, шешіп алар кезде сол сәттегі курспен ауыстырылады. Есеп-қисапқа салсақ, бала 18 жасқа толғанда шотына 1,5 миллион теңге жиналады. Қаражат жылына 1 рет қана ақпан айында түсіп тұрады. Тағы бір маңызды тұсы, ақшаны шешіп алмайтын болса 10 жылға дейін сақталады. Артынша азаматтың